Көбісінде сұрақ болып жатыр. Жалпы Қазақстанда, Астанада бүгін бүкіл әлемнің дін басшылары не істеп жүр дейді. Мен сіздерге түсіндіріп беруге тырысайын, достар. Негізі қазақтар кез келген дінге сыйластықпен қараған. Оның нақты бір дәлелі Алтын Орда мемлекетінің кезеңінде. Алтын Орданың кезінде қазақ даласында мешіттерде болды, церковьтерде болды, керек десеңіздер буддийский храмдарға дейін болды. Бұның барлығы қазақ халқының шынымен де кез келген дінге сыйластықпен қарайтынын көрсетеді. Сондықтан бүгінгі съезді Қазақстанда жасау ол жайдан жай емес. Себебі Қазақстан әлемдегі жалғыз мемлекет, батыс пен шығысты байланыстырып, екі жақтың, бір сөзбен айтқанда, цивилизациясын бір-біріне қарсы қоймай достастырып отыруға тырысатын. Осыны білетін бе едіңіздер, ағайын? Шынымен де мына жағында буддизм бар, мына жағында ислам мемлекеті, жаңағыдай басқа да діндер бар. Соның барлығын бір-біріне қарсы қоймай, керісінше тату болу керек, дос болу керек, бір-бірлеріңе сендер қайшы емессіңдер, барлығымыз дінді сыйлауымыз керек деген дүниені бүкіл әлемге паш етіп отырған нағыз біз. Себебі бұл біздің қанымызда бар дүние. Сондықтан бүкіл дін басылары Астанада жиналуы жайдан жай емес. Себебі бұл жерде олар келіп бүкіл әлемде бір-біріне қарсы дін бойынша соғыс болмауын, соның барлығын айтып, сол дүниенің соғыстың болдырмауын жолға қояды. Аман болайық, ағайын.